Қорқынышты мультфильм, қорқынышты кейіпкерлер және жындар. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нұрмен YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге Телепузики атты мультфильмнің ащы, өте қорқынышты мультфильмнің ащы шындығын айтып беретін боламын. Бұл мультфильмнің қорқынышты теориясы және де өте қорқынышты фильммен байланысы бар. Және бұлардың жайдан екенін сіздерге дәлелдеп көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп кетулеріңізді сұраймын. Ал топ 10 комментарий видеоның соңында көрсетілетін болады. Ал оғанға дейін жаңадан келген болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Телепузики атты мультфильм өте қорқынышты, бірақ бұл өте танымалдығымен бүкіл әлемге танымал болды. Бірақ бұл білмейтінсіз ащы шындықтар бар. Және бұл сериалды ересек адам ретінде қарасаңыздар, әрбір эпизод қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Балалар керісінше Телепузиктан ешқандай қауіп көрмеді. Жалғыз ерекшелік бұл әткеншек мультфильмінде, яғни әткеншек сериясында болады. Жобаның мақсат аудиториясы 1 жастан 4 жасқа дейінгі балаларға арналған. Бірақ ол серияда музыкалық сүйемелдеуді, сценарийді және кейіпкерлер скейтбордтағы арыстан мен аяудан өте қорыққан. Олар телепузиктарды қуып шықты, күтпеген жерден қорқынышты дауыспен сөйледі. Эпизодты қайта жасау керек болды. Жасаушылар қорқынышты элементтердің көпшілігінен арылып, музыканы ауыстырды. Бірақ көптеген телеарналар ешқашан сериалды эфирге қайтармайды. Сол себепті америкалық теледидарлар арыстан мен аяудың қатысуымен бірде-бір эпизод көрсетпеді. Бұл мағынасы бар. Бұл мультфильмнің сіздер көрем десеңіздер, мен бұл мультфильмді сіздерге комментарийге қалдырып кететін боламын. Сол жерден сол өте қорқынышты звукты тыңдай аласыздар. Және ол звукты 4-ші минутына көрсеңіздер, өте қорқынышты дауыстарда шығады. Ал енді мен сіздерге тағы да басқа факттерді айтайын. Бұл мультфильм өте қорқынышты болғаны соншалықты біз бұл жақта күнді байқаймыз, бұл жақта күн жын. Ал телепузиктер Гарри Поттермен өте байланысы бар. Мен сіздерге байланысын қазір көрсетейін. Ал біз бұны қалай түсінсек болады? Бұндай фонмен жобаның айналасында көптеген қастандық теориялардың болуы таңқаларлық емес жайт. Біреу сериалдың ашылу ретін бірнеше рет көріп, сәбидің жүзімен күннің 1 секундқа жынның бетін қалай жауып тұрғанын көрінеді. Басқалары телепузиктардың жұмбақ дауыстың құлы екеніне сенімді, олардың бұйрықтары олардың өмірі толығымен басқарады. Бірақ бұл Телепузики мультфильмнің бастарының пішініне қарасаңыздар, бұл Гарри Поттермен байланысы бар. Бірақ бұл мультфильмді шығарған автор бұнымен не демек? Оны бұл белгісіз. Ал енді мен 3-ші теорияны айта кетейін. Ең ақылсыз. Гарри Поттер әлемнің артефактілері, өлім сыйлары символының құрамдас бөліктеріне ұқсайды. Ал ләлә басынан найзағай тәрізді спираль киеді, сиқыршы бала сияқты. Егер бірдеңе болса, балалар сериясы және 1-ші Поттер кітабы 1997 жылы пайда болды. Масондық қастандық туралы ойлаудың тағы бір себебі бар. Сіздерге мен тағы да бір қорқынышты теорияны айтайын. Бұл мультфильмнің ішіндегі кейіпкерлерді алып келген кезде бұл жақта ең алдымен олардың көзін жұмып осы жерге алып келген, өйткені бұл жерді білмес үшін. Сосын осы жерде мультфильмде түсірген. Бірақ та бұл жақта біртүрлі шикілік бар. Бұл жерде бір нәрсе жасалған ба, немесе бұл жақта бір нәрсе болған. Автор ол жайлы ештеңе айтпас, және де бұл басқа да адамдар үшін өте қызық болып тұр. Әрине, телепузиктер өздері бұл үйді сала алмайды, бірақ оны кім және қандай мақсатта жобалады, осы фактілерді біріктіруге тырысайық. Жалпы телепузиктер жайлы тағы не білеміз? Осы әлемдегі технологияның даму деңгейін ескере отырып, біз оларды кішкентай балаларды бақылауға және оқытуға арналған роботтар деп
болжауға тырысамыз. Бұл олардың күлкілі көрінісімен және барлық осы антенналармен және теледидармен жабылғандықтымен дәлелденеді. Шырмауықпен әрине қауіпсіздік мақсатында. Ал ересектер қайда? Телепузиктер үйіне қайтайық. Герметикалық есіктер, тамақ өнімдерін өндіру машиналары. Олардың үйі толығымен өзіне қызмет көрсетеді. Ал адамдарға не болды? Бұл анық сияқты. Оның үстінде соңғы кезде адамның қайтыс болғанына өте көп уақыт өтті. Айналадағы әлем қирандылардың гүлденген баққа айналды. Ал телепузиктер өз-өзіне қызмет көрсете алатыны анық. Сондықтан да телепузиктер елінде мағынасыз әрекеттер мен ойындардың күнделікті дөңгелек биі жалғасуда. Телепузиктер мультфильмі мағынасыз біртүрлі екені ол өте анық деп ойлаймын. Мен сіздерге тағы телепузиктер Гарри Поттермен тағы қандай байланысы бар екенін айтайын. Мына суретке қарасаңыздар, осы екі сурет бір-біріне ұқсайды. Телепузиктер қараңғы лордтың балалары және сыртқы түрі бойынша оған ұқсас деп болжауға болады. Үшеуі үш ағайындыдан шыққан балалар өлім келуінің алғашқы иелері. Егер Волдеморт шын мәнінде әйел болса, бұл әбден мүмкін. Яғни осы екеуінің байланысы өте көп. Онысымен автор не жасырғысы келген? Ал достар, осылайша мен сіздерге Телепузик атты қорқынышты мультфильмнің теориялары мен қорқынышты шындығын айтып бердім деп ойлаймын. Бұл видеодан сіздер көптеген қорқынышты деректерді білдіңіздер деп те айта аламын. Бірақ енді келесі жолы қандай мультфильмдерге ащы шындық түсірейін, соны комментарийге жаза кетіңіздер. Бірақ та менің көптеген подписчиктерім мені тіркелмей қарайды екен. Сол үшін видеоны көрген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал енді мен сіздерге топ-10 комментарияны көрсетейін. Ал достар, осылайша Телепузики видеосы аяқталды. Сіздермен бірге болғанмен Нұрмен YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.